Бүгін мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойы. Өздеріңіз байқағандай бағдарламамыздың екінші бөлігі ақынның мерейтойына арналмақ. Қазір біздің студиямызға бір топ қонақтар келіп жайғасты. Таныс болыңыздар. Абылайхан атындағы номері 140 орта мектептің тәрбиесі жөніндегі орынбасары Бақытжан Сапарғалиұлы және аталмыш мектептің 9 сынып оқушылары Сағынбай Нұрай мен Асылай Сейілбекова қонақта. Бағдарламамызға қош келдіңіздер. Күні кеше ғана Бақытжан ағай жалпы білім ордасында поэзия хан тәңіріне арналған еске алу кеші өткен екен. Жалпы осы жөнінде айтып өтсеңіз, кеш қалай өтті, оқушылардың атсалысуы, ақын шығармашылығына деген қызығушылықтары қай деңгейде екен? Саламатсыздар ма? Біздің білім ордамызда өзіміздің әлеуметтік серіктес мекемелермен, яғни Тәжібаев кітапханасы, рухани жаңғыру орталығы, жастар орталығымен бірлесе отырып, Қызылорда университеті Қорқыт атындағы қазақ поэзиясының хан тәңірі деп аталатын 90 жылдығына арналған Мұқағали Мақатаевтың әдеби сазды кеш өтті. Бұл кеште оқушылар өте жақсы белсене қатысты, көп мәлімет алды, көп мағлұмат алды. Кешке өзіміздің жергілікті ақындар келіп Мұқағалиға арнауларын айтып, өз өлеңдерін оқыды. Және де бұл жерде оқушылар Мұқағали туралы тың деректер алды десек болады. Біздің өзімізге де тың деректер неше түрлі ашылды. Мұқағали туралы 9 факт, яғни 9 дерек таптық. Сол сияқты жақсы бір шара болып өтті терімізде. Түсінікті. Жалпы ақиық ақынның шығармаларын шәкірт жүрегіне ұялату арқылы поэзияны сүюге, жалпы оның рухани танымын кеңейтуде маңызы қаншалықты? Мұқағали ақын бұл өзі бір ерекше бөлек ақын ғой. Бір өлеңі, әр өлеңі бір әлем деп айтып атамыз. Мұқағалиды мұзбалақ ақын деп атауының өзі ешқандай ақынға өтіп айтылмаған. Ақын жазушы көп, бірақ Мұқағалиды ақын азда кемде айтады. Мұзбалақтар әсте бір өлексеге түспейді. Бұлардікі басқа өмір, басқа тірлік істейді дейді ғой. Мұқағали бұл қазақтың көгінде қалықтап ұшқан, аз өмір сүрсе де артына өшпес із қалдырып кеткен ақын. Оның өлеңдерін, оның поэзиясын оқушыларға дарыту, сіңіру арқылы біз тарихымызды ұлықтаймыз деп білемін. Және де қазақ тіліне деген олардың сезімдерін ашамыз, ұлғайтамыз деп айта аламын. Әдебиетке деген қызығушылықтарын арттырып. Жалпы Мұқағали Мақатаев поэзиясының халыққа кең таралуы мен оның өміршеңдігінің сыры не деп ойлайсыз? Ақынның қазақ поэзиясына сіңірген өлшеусіз еңбегі туралы өзіңізден бір-екі ауыз сөз болсын. Неліктен? Менің ойымша Мұқағали бұл қарапайым. Өзінің қарапайымдылығымен, байыптылығымен. Мұқағали туралы естелік өте көп. Соның қай-қайсысын алып қарасақ та, Мұқағали өзін биік санамаған ешкімнен, қарапайым халықпен бірге болған. Осының арқасында деп білем, оның өлеңдерінің өміршеңдігі, осы халыққа кең таралуы. Бір баспаның маманы келіп сұраған көрінеді, Мұқағалидың үздік жырларын жинақтауды кімге тапсырсақ екен деп. Сол кезде реніш болған екен, сол жерде Мұқағалидың үздік емес, таңдамалы емес өлеңі бар ме екен деп. Сол сияқты Мұқағалидың барлық жыры таңдамалы, барлық жыры кең танылған деп айталамын. Ақын деп мен қалай айта аламын, елімнің өз айтқанын қайталадым деген сөзінің өзі Мұқағали мен ештеңе ойлап тапқан жоқпын. Халқымның өзінікін өзіне беріп жатырмын дегеннің өзі осы оның болмысын көрсетіп тұрғандай. Түсінікті. Өзіңізбен бірге енді байқап отырғанымыздай оқушыларыңыз ертіп келген екенсіздер. Жалпы ақынның қандай өлеңдерін жатқа білесіздер? Мұқағали Мақатаев негізі ақиық ақын. Оның шығармалары бірінен бірі өткен. Соның ішінде маған өзіме ұнайтыны ақынның жазған отанға деген және де табиғатын бейнелеген шығармалары. Оларды саны өте көп. Мен солардың ішінде өзіме ұнайтыны елім барда, отан, қайырлы түн, наурыз деген өлеңдері бар. Бұл ақынымызда көптеген шығармалар бар. Соның арасында өзіме ұнағандары отан, серіксіз бенің құрбы жан деген секілді шығармаларын жаттаған едім. Мұқағали Мақатаев атындағы жалпы сол кісіні еске алуға арналған байқауларға қаншалықты жиі қатысып жүрсіздер? Ақынның өлеңдері несімен ұнайды, басқа ақындардан ерекшелігі қандай?
Мұқағали Мақатаевтың есімін естігенде әрине жарыстарға қатысқымыз келіп тұрады. Осы жақында өзіміздің мектебімізде де кішігірім әдеби тарихи іс-шара өтті. Соған 9-шы сыныптар болып қатыстық. Көптеген қонақтарымыз келді. Ал оның ерекшелігі неде деп сұрайтын болсаңыз, мен де Бақытжан ағайдың сөзіне қосыламын, қарапайым және лирик ақын. Сөзін қарапайым жеткізеді, оқушыға түсінікті және де өмірге қажетті азық алуға да көмектеседі. Мен бұл жарысқа, яғни бірінші рет қатысып тұрмын. Бұл басқа ақындардан оның ерекшелігі, ол сыршыл және оның шығармалары осы өмірмен үндес болып келеді. Неше жастан бастап осы поэзияға деген қызығушылық таныттыңыздар? Поэзияға негізі бала жастан бері келе жатырмын. Алайда осы поэзияға деген ынтамды мектептегі қазақ әдебиет пәнінің мұғалімі Гүлмира деген мұғаліміміз бар. Сол кісі поэзияға деген ынтамды арттырып, поэзияға баулыды. Мен негізі бала кезімнен бері осы поэзияға қызықтым. Бала кезімнен бері көптеген шығармаларды оқыған едім. Бұның себебі мүмкін менің анам қазақ тілі және әдебиет пәнінен бергендіктен болуы мүмкін. Болашақтағы армандарыңыз қандай? Бәлкім болашақтарыңызды бір қандай да бір шығармашылықпен байланыстыратын шығарсыздар. Өлең жазу, бір немесе сондай қасиеттеріңіз, қабілеттеріңіз бар ма? Болашақта мен медицина маманы болғым келеді. Алайда осы медицина мамандығымен ұштастыра отырып, поэзияны да тастамаймын. Егер неге медицина маманы болғыңыз келеді деп сұрасаңыз, менің отбасымда аға әпкелерім осы медицина мамандығында жұмыс істейді. Сондықтан кіші кезімнен бері сол кісілердің жұмысымен танысып келемін. Және адам өмірін құтқаруда бір ғанибет емес пе? Ал мен болсам, болашақта анам секілді мұғалім болғым келеді қазақ тілі және әдебиетінен. Осы секілді көптеген белгілі шығармаларды және біздің авторларымыз, ақындарымыздың өлең шығармаларын болашақ ұрпаққа үйреткім келеді. Бәрекелді, армандарыңыз орындала берсін. Бақытжан мырза, ендігі сауалымды сізге жолдасақ. Қазір енді жасыратыны жоқ, оқушылар қазақ әдебиетінен гөрі орыс тілді, ағылшын тілді, әлем әдебиеттерін көп қарайды. Осы орайда балалар арасында ұлттық тілдің сұранысын қалай арттыруға болады? Өзге тілдің барын біл, өз тіліңді құрметте дейді ғой. Басқа тілді білмей, үйренбе деп ешкімге айта алмаймыз, бірақ дей тұрғанмен әуелі адам өзінің ана тілін бойына тарту керек. Оның бірден бір жолы бала күнінен бойына сіңіру шығар. Қазіргі таңда ол Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» кітабында да келеді. Қазіргі әжелер бесік жырын әлде айтпайды деген. Оны мен айтқан жоқпын, Бауыржан Момышұлы жазып кеткен. Сол бала туғаннан соның бойына бесіктегі әлдемен сіңіру керек деп ойлаймын. Ана тілін, қазақ тілін сол кезде барып баланың бойында тіліне деген сүйіспеншілік артады, оған деген құрметі жоғарылайды деп білемін. Және де көптеген ауқымды шараларды қолға алу керек шығар. Мысалға, Қырғыз елінде ірі орындарда, кәсіпорындарда, фирмаларда қырғыз тілі кабинеті болады екен. Ол жақта ол мамандар барып бір сағатын арнайды, сол жерде тілін машықтырады, тіл үйренеді деген сияқты. Осындай мүмкін жобалар, мысалға ағылшын тілі бізде IELTS тапсырады, сертификат алады. Осындай тілдің дәрежесін осылай көтеру керек шығармыз мүмкін. Және де қазіргі жастармен санаспаса да болмайды. Қазіргі таңда тренд деген сөз бар. Қазақ тілін трендке айналдыруымыз керек. Ол үшін мысалға осы қазақ тілін жетік меңгерген, әбден жілігін шағып, майын ішкен адамдарды мүмкін мінберлерде көтерілуге, жоғарылауына мүмкіндік беріп, соны жастарға көбірек насихаттау керек шығар. Соны көрген жастар тілге деген қызығушылығы артады деп ойлаймын. Түсінікті. Қазір енді оқушылардың көпшілігі смартфонмен әлеуметтік желілерде белсенді екені рас. Қазіргі жас буын оқушылар қазақ әдебиетіне, қазақ поэзиясына қаншалықты қызығушылық танытады және арнайы тәрбие сағаттары тұрақты түрде жүргізіліп тұрады ма сіздердің мектептерде? Смартфон, гаджеттер енді біздің заманның әбден кірді ғой. Қазіргі баладан бастап қарияға дейін онсыз
елестету қиын. Мен қай жерде де айтам, компьютерде отырғандарды кітап оқығандар басқарады деп. Кітап оқыған адам ол ақылды болып кетеді деген сөз емес. Кітаптан, бірақ әр кітаптан, әр шығарылымнан өзіне керектісін алады. Қазіргі бірақ поэзияны оқымайды деп, поэзияға жаны құштар оқушылар жоқ деп айта алмаймын, бірақ аз екені рас. Аз екені рас. Осы тәрбие сағаттары атайтып тұрғандай, бұл тәрбиелік мәні бар, тәрбиелік мол берері бар сағаттар көбірек болу керек. Ол мектептерде тоқтаған емес, толастаған емес, әрдайым болып отырады. Енді осы жерде бұл тәрбие сағаттарын тек ол мұғалім айта бергеннен осындай үлгі тұтатын азаматтарды мүмкін осы тәрбие сағаттарына көбірек шақырып отыру керек. Осы соңғы мысалға біз айтып кете аламын, өзімнің мектебімізде өткізген Марат Сүгірбай деген осы өзіміздің қаламыздың жыршысы, сол азаматпен алып келіп, балдардың ортасына алып келіп, домбыра тартқызып, әңгімесін тыңдатып, сол кісі кеткеннен кейін балдардан сұрағанымда кім деп келген балалар анан ұйып тыңдап, шынымен қызыққанын, шынымен анау мұғалімнің күнде айтқан сөзін жаттап алды ғой балдар көзін. Бөлек адамның, бөлек тұлғаның сөзі оларға ерекше әсер. Тәрбие сағаттарын осылай ұштастыру керек шығар деп ойлаймын. Түсінікті. Енді баланың сабақ түсініп ұғып алуы ең бірінші ұстаздан деп жатамыз. Бақытжан мырза, енді сіздер нағыз психологсыздар. Жалпы мектеп ол мектеп, ал үйде баланы оқуға қалай қызықтыруымыз керек? Баланы қызықтыру, баланы тәрбиелеме дейді, әуелі өзіңді тәрбиеле дейді ғой. Бала бұл біздің айнамыз. Біз не істесек, балаға сол беріледі, бала соны істейді. Сондықтан әуелі үйдің ересектері өзін дұрыстау керек, өзі оқу керек, өзі жаттау керек. Сол кезде барып балаға беріледі. Ал біз өзіміз жасамай, балаға жаса дегенмен ол ешқандай эффект, ешқандай әсер бере алмайды. Сондықтан әуелі ата-ана өзі жыр оқысын, өзі кітап оқысын, соны көрген бала, міне менің ата-анам осылай жасап жатыр екен ғой деп, сол кезде ғана артына ереді деп ойлаймын. Мектеп ордасы бұл 80% білім береді. 20% мүмкін тәрбие берер. Әуелгі орын білімде. Білім береді. Негізгі тәрбиені өзіңіз айтқандай ата-анада. Сондықтан мен әр ата-анаға өзі көрсете, өзі үлгі бола білсе екен деймін. Өйткені бала біздің қазіргі инвестициямыз, балаға қазір салсақ, кейін сонымыз өзімізге қайтып келетін анық қой. Сондықтан ата-ана өзі істеу керек, өзі жасап көрсете білу керек деп ойлаймын. Үйде осылай болса. Енді біздің бағдарламамыз аяқталуға жақын. Қонақ кәде сұраймыз оқушыларыңыздан. Өз мектебімізде жақында болған әдеби тарихи кеште өлеңімді айтып берсем деймін. Мұқағали Мақатаев елім барда. Не сыйлайды, не сыйлайды, не береді келер күн. Неде болса тірі тұрсам көрермін, желедегі құлынмын мен елдің, көгендегі қозысымын мен елдің. Не сыйласын, несін берсін ел маған, тұрсақ екен елім таман мен таман. Таулар менің таусылмайтын бақытым, алырысым, ұлан қайыр кең далам. Не істемекпін, алтын, гауһар, жақұтты, оларды іздеп өткізбеспін уақытты. Мен бақытсыз бола қойман сірада, туған елім болса екен бақытты. Дәнеңе де сыйламасын келер күн, сый көрмей-ақ суалармын сөнермін. Туған елім тұғырында тұрса екен, әрі қарай көрермін. Бәрекелді. Асылым, енді кезексте. Мен де Мұқағали Мақатаевтың бір шығармасын айтып бергім келеді. Бұл шығарма «Серіксіз бедің Құрбыжан» деп аталады. Сен әлі серіксіз бедің Құрбыжан. Өтіп айлар, еріксіз жылдар жылжыған. Жападан жалғыз жауатын күндей тұнжырап, жүресің құрбым, не істеймін саған қынжылам. Жаңа жарылған жауқазын едің көктемде, жылысып жазың өткен бе, лапылдап тұрған жалын едің ғой өрт кеуде. Тәйір алғырлар танымай сені кеткен бе. Өмірде мына тап болар талай тосын жай, өмір ғой, өмірдің саңы осындай. Бірі батыста, бірі шығыста, жарқ етіп сөнген жасындай. Өтуі мүмкін жақсы мен жақсы қосылмай. Керемет, тамаша. Өнерлеріңіз өрге жүрсін. Біздің бағдарлама төрінен табылысында сырлы сұхбат құрғандарыңыз үшін алғыс айтамыз.